Бәріңе сәлем достар, сендермен Маке ТВ арнасы. Бүгінгі видеода сендерге Smart Часы жайлы түсіретін боламын. Бұл Realme Watch 2 Pro деген сағат. Smart Часы Realme компаниясының. Және де мен YouTube-ға қайттан келдім десек те болады. Осылай қалған видеолар шыға береді деген ойдамын. Құдай қаласа осы видеоларды дальше түсіреміз. Ал осы Smart Часыға келсек, бұл Realme компаниясының Smart Часы, ең алғашқы Smart Часылардың бірі. Бұл Smart Часының бағасы Қазақстанда 39.990 теңге. Кәдімгі Алсер, Фора, Сулпак, сол сияқты сайттардан алсаңыздар болады. Мына өзі коробкасы, осылай жабық тұрады коробка, осылай. Ашқаннан кейін ондай телефон болады, осылай. Телефон дегенде жаңа Smart Часы осылай тұрады. iPhone тікінде Apple Watch сатып осылай алып шығарасыздар. Ең астында мына жерде сондай книжка сондай нелер болады. Ал мына жерде зарядчигі. Ол зарядчикті мен уже алып қойғам. Міне зарядчикті алатын болсақ, міне. Кешірім сұраймын, мен қазір штатив жоқ болғандықтан қолға түсіріп отырмын да, сәл қимылдап кетуі де мүмкін. Мынау зарядчик жаңағы басындағы вилкасы берілген. Бұл жерде тек қана USB проводы бар и мынандай магнитті зарядчигі бар. Бұған телефонына екі несі бар ғой, осыны екі несіне екі корпустар осыған әкеліп салатын боламыз. Осылай қойсаң өзі жабысып қалады, корпустар ғой. Осылай жабысады. Зарядчигі осы 0-ден 100-ге дейін 3 сағатта заряд алады. Бұл Smart Часының өзі 14 күнге жетеді. Менің өзім қолданған кезде 12-13 күнге спокойно жететін тұғын. Бұл Smart Часыды көрсеңіздер, бүкіл демейін, енді біраз функциялары бар. Мысалы, ең алғашқы бет, сол жағында уведомление, сондай фонарикпен жұмыс істесеңіздер болады. Мына фонаригі осылай артқа шығу үшін сол жақтан свайп жасау керек. Мынау жаңағы Smart Часыды көтерген кезде экран қосылатын қылып істелінген. Қазір түсінбей тұр. Қазір дұрыстап көрсетемін. Мына жерде яркості негізі күнде көрсеңіздер негізі спокойно жетеді. Примерно 600 нит па сондай яркості. Осы негізінен настройкасын көрсеңіздер, бұл жерде устройство туралы Realme Watch 2 Pro. Ең басты нәрселеріне келетін болсақ, мына жерде уведомление келетін жері бар. Мысалы, сізге смартфоныңызға WhatsApp-тан, ВКонтактеден, Instagram-дан сообщение келсе, сол сообщениені осы жерге келіп оқысаңыздар болады. Сізге біреу звондап жатса, сізге звонок келеді. Оны өшіріп тастауға болады, немесе без звука қоюға болады режиміне. Ал қабылдап сөйлесе алмайсыздар, себебі бұл Smart Часыда микрофон жоқ и жаңағы колонкасы да жоқ. Сол оң жаққа свайп жасасақ, бүгін қанша шаг жүрдіңіздер, қанша калория құрттыңыздар, қанша минут тренировка істедіңіздер, қанша минут тұрдыңыздар, соның бәрі жазылған. Сосын тағы свайп жасасаңыздар, түнде қанша сағат ұйықтадыңыздар, сол туралы жазылған. Бүгін ұйықтаған кезде кимеген едім, сондықтан бұл шықпай тұр. Мына жерде сердечный ритм қанша болып тұр, соны тексеретін не бұл? Жаңағы датчик, жаңағы жүректің соғысын минутына қанша соғады екен. Давление, по-моему, мына жерде прогноз погоды да көрсе болады. Сосын сіз соткадан өлең тыңдап жатсаңыз, осы жаққа Smart Часыды қосқан кезде осы жаққа да шығып тұрады. Осы жақтан өзгерте берсеңіздер болады. В основном Smart Часыдың функциялары осы, және де жаңағы денедегі оттегінің қанша процент бар екен есептейтін мынандай датчигі бар. Міне қып-қызыл болып жанып тұр. Бұл денеде оттегі қанша процент болады, соны есептейді. Кәдімгі есептейді. Примерно 98-99% болады. Мына жерде жаңағы тренировка неше түрлері бар. Мысалы, бег на свежем воздухе, ходьба на свежем воздухе. И және де бұдан басқа түрлері бар. Оны бөлек
телефонға, смартфонға Realme Link деген приложение жазып, осы Smart Chassis қосқан кезде, Smart Chassis телефон арқылы настройка жасаған кезде қосып өшірсеңіздер болады, ошаға бөлек нелерін, жаңағы режимдарды. Сосын мынандай экранның виджетін өзгерту үшін, например, мынаны басып тұрсаңыздар, мына дізің дейді. Ең басында телефонда тұратын, Smart Chassis'да тұратын виджеттер, өзінің ең басты беттегі, осыларды бүйтіп қойып, өшіріп алып жүре берсеңіздер болады. Немесе жаңағы Realme Link деген приложение арқылы 100-ден астам осындай виджеттер бар. Қайсысы ұнайды, соны өздеріңіз қойсаңыздар болады. Сол тағы, бұл неде так будильник болады, мысалы, будильник міне азанда қаншаға, мысалы 6:30-да күніге ол вибрация беріп оятады. 9-да өздеріңіз бүйтіп қоя берсеңіздер болады. Қаншаға қойсаңыздар, қаншаға қою керек, басасыздар, настройкасын істей берсеңіздер болады. Сосын камерамен управлять етсеңіздер болады. Realme Link деген приложение қосылу керек. Найти телефон дегенде бар. Тоже наяқта Realme Link деген приложение керек. Мысалы, мынау вдох-выдох істеу керек. Содан бір нәрселерді анықтайды. Бұл жаңағы спортсмендерге өздеріне керек нәрсе деп ойлаймын. Так, мынаны төмен қылып қойып, жақсылап көріну үшін. Так, тағы не бар? Тағы мына жерде таймер бар. Қанша минутқа қойсаңыздар өздеріңіз білесіздер. Міне басталды. Стопқа қойсаңыздар да болады. Мысалы 1 сағат стопқа қойдық. Шығып кетсеңіздер болады. Кастын өздеріңіз қойсаңыздар да болады. Мына жерде 17 сағат, 10 сағат дейсіздер, міне басталды. Бола береді. Қосып қойсыңдар, бүйтіп шығып кетесің. Жоқ, бұл да болмайды екен. Таймер да болады, айтпақшы, міне таймер бар. Секундомер, то есть. Басып қойсыздар, шығып кетесіздер. Сөйтіп біраздан кейін кірсеңіздер, бұл әлі болып жатады. Өзінің жадында сақталып тұрады. В основном бұл Smart Chassis'дің функциялары осы. Бұл Smart Chassis'да жаңағы суға спокойно алып сала берсеңіздер болады. Бұл IP68 қорғаныс бойынша қорғалған. Суда, бассейнде жүзіп жүрсеңіздер болады, бірақ 1,5 метрден төмен жүруге болмайды, 30 минуттың ішінде шығып кету керек. Мына негізгі дизайнын көретін болсаңыздар, экраны 1,79 дюйм, IPS матрица, разрешениесі 350-350 ма, сондай примерно. Ремешок Алиэкспресстен өздеріңізге керегін алсаңыздар болады. Бұл Realme'нің өзінің официальный Dare to Live деген слоганы. Ремешок негізі качествосы нормально, бірақ өздеріңізге ұнаған ремешокты сатып алсаңыздар болады. Алиэкспресстен Қазақстанда әлі болған ремешоктары жоқ. Мен өзім тексерген бойынша, міне бүгін 26 сентябрь 17-32 кетті. Негізінен осы айтатын нәрсе. Енді қалған видеоларды күтіңіздер каналда. Видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Қандай тематикада видео түсіремін қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.